Құрметті кітап сүйер қауым, бүгінгі күні сіздерге мен өзімнің оқыған Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» атты повестер жазылған кітабын алып келіп отырмын. Бұл шығармада жазушы өзінің жанұялық өмірін және патриотизмді, өзінің балалық шағын, достарын және ауылдың аңқау адамдарын бейнелеген. Бұл кітапты барша оқырмандар оқи алады, мектептің оқушылары да, бастауыш сынып оқушылары да. Бұл кітаптан өздерінің өмірлеріне алатын ұстанымдары өте көп деп ойлаймын. Менің сүйікті кітабым Джордж Оруэллдің 1984 шығармасы. Бұл шығарма антиутопиялық шығарма. Шығарған кезде көп елдерге оқуға тыйым салынған болатын, бірақ қазіргі кезде әлемде бестселлер болып табылады. Бұл кітап жалпы биліктің шындықты қалай өзгерту жайлы кітап, және шындықты іздеу жолында басты кейіпкердің құрбан болуы өте әсерлі кітап. Бұл кітап әсіресе жасөспірімдік шақтан ересектік шаққа өткен кезде адамның көзін ашатын өте әсерлі шығарманың бірі деп есептеймін. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Лидвиг Сухоффтың кітабы «Жалғыз саяхат». Мен сүйікті жазушым. Менің атым қожа романында өзі балалық шағы туралы жазылады. Балалар әлемі, балалар өмірінің қызықты шақтары, балалық шақтан қызықты кездер туралы өз өмірінен баяндап өткен кітапты. Лидвиг Сухофф қазақ жазушылардың ішінде ең қасиетті. Құрметті оқырман, менің қолымдағы кітап «Сен қалаған әке». Авторы Бекетай Баян Ақатайқызының кітабы. Бұл кітапты жалпы әке тәрбиесі туралы, әр отбасында әкенің тәрбиесін алып өсетін ұл туралы айтылған. Әке бұл дүниедегі барлық мектеп бере алмайтын әкенің тәрбиесін, ол әрқашанда әкенің жолын жалғастырушы, өткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті жалғастыратын әкенің рөлі туралы айтылады. Әкені құрметтеу, шаңырақтағы орны, әкенің орнын ешкім баса алмайтындығын, ұлдың жалғастырушы тұяқ екендігі туралы айтылады. Менің қолымдағы кітап «Дермене» кітабы, Дулат Исабековтың ең керемет туындыларының бірі. Бұл кітап мектеп оқушыларына, яғни 6-7 сынып оқушыларына арналған керемет шығарма. Бұл кітаптың ішінде адам ойына терең ой салатын керемет туындылардың бірі, және бұндағы ерекшелік кейіпкерлердің өмірі шын өмірден алынғаны туралы кітаптардың бірі. Керемет шығарма, оқуға кеңес беремін. Құрметті оқырмандар, мен ұсынатын кітабым оқуға Мұхтар Мағауиннің «Шақан шері» романы. Жалпы «Шақан шері» романы осы тарихи роман болып саналады. Бұл жаңағы тарихи оқиғаларға негізделген, осы 20 ғасырдың басындағы негізі қазақ халқының хал ахуалын, хал жағдайын білдіретін, сол кездегі осы Ресей империясы мен қазақ халқы арасындағы осы отаршылдық жағдайды сипаттайды негізінен. Бұл жерде осы басты кейіпкер Шақан, яғни батыр, өзі де осы батырдың ұрпағы, Кенесары көтерілісіне қатысқан Сауық батырдың шөбересі болып келеді. Және осы негізгі шығарманың басты оқиғасы Шақан мен жолбарыстың арасында күресті сипаттайды негізінен. Бұл жерде осы 20 ғасырдағы қазақ халқының осы этнографиялық жағдайы, салт дәстүрі, рулар арасында қарым-қатынастар барлығы сипатталады негізінен. Осы оқушыларға, мұғалімдерге жалпы осы кітапты оқуға кеңес беремін.